Шәмші Қалдаяқовтың жары беймін. Атыма ауыр сөздер айтқан ғой. Сіздердің арманы Шәмші Қалдаяқовтың концертіне түскен қаржыдан кесері бөлігін алып отыру екен. Шашын бояғанды сырға салғандар шақыра береді шығар, бірақ мен шақырмаймын. Әншілер бар кезінде өліп кетерде анаға телефон шалдырып, ана кісіге телефон шалдырып, ол баста бетіне маскасы түсті да қазір кімнен кім екенін біліп қалды. Аузына келген айта берсін, мен бәрі мықтымын. Мен жылына 6 миллионға жуық ақша алған кезім. Аяй мүсіркейім, жаным ашиды. Аяқ аспанға көтеріп болмаса, кеудесін көрсетіп болмаса, ашық шашы жату деген өлуге хақым жоқ. Өз ағайындарым өзім айдап салғаны, өз достарым өзім айдап салғаны. 4 баласы бар, ол 4-еуі кімнен екенін өздері білмейді. Мысалы, ұмытып қалған әншілер бар. Ол Шәмшінің шырақшысы, қазақ өнерінің жоқтаушысы. Тіпті олардың есімін ұлықтау үшін өз балаларына олардың есімін берген, есімін тектеп қоса берген. Ол Шәмші Қалдаяқтың, Иманғали Тасмағамбеттің, Бекзат Саттарханның, Мұхтар Шаханның және Мақпалдың әкесі. Бүгін біздің студияда қонақта армысыздар. Эфирде Қамшы ақпараттық порталының арнаулы жобасы Қамшы сұхбат. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз сазгер, Шәмші танушы, продюсер Қалдыбек Құрманәлі мырза. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Сазгеріміз біріншіден композитор деп айтсаңыз болады. Себебі біздің қазір Қазақстанда мұны аудармаға байланысты бізде тіптен үлкен мәселе бар. Аударма. Кез келген аудармашы жаңағы аударуға болады екен деп, небір сөздерді аударған. Адам күлкісі келетін сөздер бар. Бірақ біздің құлағымыз үйреніп келе жатқан сөз сізге неге ұнамай қалды? Себебі сазгер деген сөз, сазгер деген. Саз деген аспаптан жасалған не бар? Аспап бар. Сазгер, саз деген аспаптан жасалынады да, жаңағы музыкалық аспап бар. Соны ойнайтын адамды сазгер дейді. Саздан жасалынатын аспапта ойнайтын адамды сазгер дейді. Ал енді композиторден композиция бүкіл ән шығарушы, жаңа өнер ән дүниені туындыны алып келуші адам саналады. Енді тіптен бізді неге сазгер деген сөзге айтайық? Себебі кезінде бізде кәсіби композиторлармен әуесқой деген сөздер болды. Әуесқой сөздің де дұрыс емес. Кезінде мысалы Әбілқадыр Еспаев, Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқ, Әсет Бейсеуовтерді бұрынғы консерваторияның композиция факультетін бітіргендер, бұлар композитор емес қой, бұлар әуесқойлар. Біз кәсібиміз, біз композиторымыз. Бұлар сазгерлерді мұқату үшін ойлап тапқан дүниесі. Бірақ шындығында бізде аударма мәселесі өте төмен дәрежеде. Кезінде ғажап сөздер болды аударылған. Кәдімгі әлі күнге жақсы көретін. Қазіргі жаңа шаптырма деген сияқты сондай небір сөздер аударғанда адам тіл сынады. Сондықтан телеарнада айтқан кезде қазір бүкіл ғалымдар айтып жүр, сазгер деген сөздің ана баламасын бере алмайды. Жақсы, композитор Қалдыбек ағаға келесі сұрағым қойын. Бүкіл ел үдере көшіп, қалаға үдере көшіп жатқанда, сіз ауылға кеттіңіз. Ауылға көшіп кеткеніңізге біраз уақыт болды, сіз секілді мықты композитор үшін 60 түтіннен тұратын ауыл сіздің шығармашылығыңыз үшін аздық етпейді ме? Мысалы, тыңдарманыңыз азайып, көрерменіңіз азайып дегендей. Мына әдемі сұрақ қойып отырсың. Мен елге көшіп барғаныма, сәтін салса биыл осы маусым айында 6 жыл болады. Ондағы мақсатым, мені әке шешем, әкем Арыстанбек, анам Төлбасы 12 құрсақ көтерген. Біз 12 ағайындымыз. Содан қазір 8 ұл, 4 қыз тұғымыз. Қазір енді 4 ұл, 2 қыз ғана қалды өмірде. Қалғандары ол өмірден озып кетті. Сонда әкеміз өте арманшыл адам болатын тұғын. Сол енді ауылдан қара шаңырақта балдарым қалады ғой деп ойласа керек. Бірнеше жерді алған, ауылдан бау-бақшасы болған әкеміздің. Бірақ мен жасым Алматыда қала берсем, Алматыда, Астанада да қала берсем, ешкім Алматыдан, Астанадан ауылы қайт деп айтқан ешкім жоқ. Мен өзімнің жан қалауым солай болды, себебі қара шаңыраққа ие болу керек болды. Менің үшін өмірдегі ең бір киелі ұғымдардың біреуі қара шаңыраққа ие болу. Енді біреудің жалғыз перзентінің өзі қара шаңыраққа ие болып отыр, мысалы. Ал сөйте тұра, мысалы біздің 12 ағайында болып қара шаңыраққа ие болмауымыз үлкен азаматтық. Мен әке шешем алдындағы перзенттік парызым өтелмеген болып қалар еді. Сондықтан да менің өз туған жеріме әкемнің қара шаңырағына
көшіп бардым. Бірақ сіздің әкеңіз, сіз туралы ұзақ кішкене зерттедім. Сіздің әкеңіз 2 қойға бір кітап сатып алған көргенді азамат болған, иә? Яғни балаларым білімді болсын, білген, көрген елге үйретсін деді. Бірақ қара шаңырақты күзетіп отырмасын демеген шығар. Өйткені сіздің береріңіз, үйретеріңіз әлі көп та. Маған сіз ауылға барып тығылып отырған сияқты болып көрінесіздер. Мен Ирина осы сөзін айтайын. Мысалы, қараңыз, мен қазір ауылда тұрамын. Алматыдан, Астрадан, телеарналардан болсын, журналистер, қазір мына сайт бар, телеарна бар, радио бар, мен жиі шақырады. Тіптен жол көре ақшамды төлеп, қонақ үйді төлеп, сөйтіп шақыратын журналистер бар. Астанаға, Алматыға шақырады. Оны нені білдіреді, білесің бе, Ирина? Мен сұраныстағы адаммын. Мен сұранысты, мен керек адаммын. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, телеарнаның тура о телеарнаның дәл қасында тұратын өнер адам болуы мүмкін. Оны ешкім шақырмауы. Алматыда тұрады. Телеарна тұратын ғимараттың келесі ғимаратында ол үй тұруы мүмкін. Ешкім оны шақырмайды. Себебі оның ойы да, пікірі де қоғамға қажет болмаған жағдайда оны ешкім шақырмайды. Айтатын ойы. Егер оның өнері болмаса. Сондықтан мен ауылда тұрмын ба, Алматыда тұрмын ба, маған дәл осы қиындық туып жатқан жоқ. Мысалы, мен қазір ауылдан келдім. Шақырды мен. Осы келгеніңізде. Шақырды. Сол келе аласыз ба деді. Мен келдім. Біздің үйден осы студияңызға дейін 777 шақырым екен. Бір 7 сағатта келдім, көлікпен келдім. Студияға қатысып отырмын. Енді Алматыда 1-2 күн жұмыс бітіремін де қайтып елге қайтамын. Себебі ол маған ешқандай қиындық тудырмайды. Қайда ауылға көшіп барғаның көп нәрсені. Мен тек қана ән өнерімен емес, ән жазумен емес. Одан басқа да, мысалы, мен өзім бір кәдімгі бір жақсы бір ойымда жүрген бір нелер бар да, бір жастама деген кітаптарым бар. Ол ауылда тіптен жақсы. Шәмшіге қатысты да кітап жазуды бастадым деген едіңіз, ол қай жерде? Бастаған ол кітаптың енді келесі жылы Қалдаяқ 90 жылдығы, соның 90 жылдың аясында шығып қалады деп отырмыз. Себебі Шәмші жайлы шындық пен дақпырт. Шәкенің бір әніне бірнеше кейіпкер бар, Ирина қызығын айтайын, бір әніне. Тіпті мен өзі жазып берген осы әнімді осындай арнадым деген Шәкенің өз қолтаңбасы бар. Шәкеннен сұрайын десең, Шәкен өмірде жоқ. Қолтаңбасы бар. Болмаса бірге түскен суреті бар, кейіпкермен. Осы әнді маған арнады деген сияқты. Содан кейін жаңа бір кітапта, біз осы кітап бастаған кезде, енді бұны күтіп тұрған мәселесі, кітап шығады деп отырмыз, жақсы кітап болады деп ойлап тұрмыз. Бір нақтылауды қажет ететін бір нелер бар ішінде. Нақтылау. Ертеңгі күні кітап шығып қойса, кітап бір жыл бұрында шығып қояды кітап. Нақтылайтын ішінде бір-екі мәселе бар да. Ертеңгі күні басқа адам Шәмші Қалдаяқ жайлы кітап жазып қателессе, басқа бір кісі, мысалы, жазушы болар, драматург болар, оған кешіріммен қарауы мүмкін. Сіздің кітабыңызда Шәмші Қалдаяқовтың қарындасы Райхан ападан алынған қандай да бір ақпараттар, сұхбаттар бар ма? Райхан апайдан алынған сұхбат бар. Біріншіден, Шәмші Қалдаяқовтың енді біз көз қасында болды, бірақ Шәмші Қалдаяқовтың сұхбаттасып, ол Шәкенің өледі деп ойлаған жоқпыз, өмірі өтеді деп ойлаған жоқпыз. Бірақ осындай жаңағы алған нелер бар. Бірақ менікі Шәкенің әндеріне қатысты. Бір әніне шығу тарихында бірнеше адам таласып жүр да. Соның енді, сондықтан мен мынандай не көштім. Енді мысалы бірінші ана нұсқаны береміз. Шәкен маған арналған дейді, әннің кейіпкері менмін. Арыз жағасы болмаса Тамдаруда әннің кейіпкері менмін деп, мысалы 5-6 адам келіп тұрады. Біз соның қалғандарын нұсқасын береміз, алған оқырманға қалдырамыз. Оқырман өзі көреді, қайсысы қосып тұр, қайсысы шындықты айтып тұрғаны. Не себепті Райхан апа туралы айтып отқанымды шамалап түсініп отырсыз ғой. Ол кісі сізге бірде-бір кешіне арнайы шақырмады деп бір өкпе назын айтқан еді. Сол әңгіме не болып бітті? Бұл өзі Қалдаяқовтардан, Шәмші Қалдаяқов шығармасын насихаттап жүргендегі Қалдаяқовтардың әулетінен бірінші мен туралы жағымсыз сұхбат берген сол Райхан әпшем. Мен әпшеммін. Себебі мынадай жағдай болды. Осы күнге дейін қанша телеарнаға сұхбат берген жоқ бұл туралы Ирина. Қанша сұрады. Тіптен авторлар қоғамы сотқа берейік деді. Себебі мен авторлар қоғамы мүшесімін ғой. Сіздің атыңыздан ол кісіні сотқа берейік деді ма? Сотқа береді. Себебі мен атыма ауыр сөздер айтқан ғой. Содан айтып жоқ дедім. Бұл Қалдаяқовтың қарындасы сотқа бергеніне ол Шәмші сотқа берген бірдей ғой. Жоқ деп қайда жоқ дедім. Мен ол кісінің айтқан сөзін бәрін Құдайға тапсырдым. Мен ертеме кешпе шындық бәрібір шығады. Ол кісі біреу сөзін еріп қалған шығар. Мүмкін журналист басқаша бұрған шығар. Ал енді ол кісінің концертке шақырмады деген сөзіне мен нақты айтатын әңгімем бұл.
біз Алматы Шәмші кесін бастаған кезде, ол кезде Раушан деген әпкесі де тірі, кімнің Шәмші Қалдаяқов қарындасы да тірі, Қадыр Қалдаяқов деген інісі бар, бір анадан туған. Қалдаяқ Ақсақал өзі бірінші әйел қайтыс болғаннан кейін, Шәмші Қалдаяқов анасы екінші отбасы болған, одан да бірінші балдар бар. Сол кейін жаңа Қадыр Қалдаяқов бар, сол кейін Шәкен өзі бар, міне осылай қарындасы бар. Біз Алматыға мынау Республика сарайына сол кісілерді шақырдым. Өз үйімде күтіп алдым. Онаны берген шайымды үй күткенімді айтып жоқпын. Қошемет кәдімгі өзімнің Қалдаяқовтың туған қарындасын өзім туған әпкемдей қылып күттім үйде. Сөйтіп бір күн бұрын шақырдым. Сөйтіп жаңа кеңсе болып Құран оқыттық, үйге келдік. Қазақы дастархан ғой, қазақтың белгілі күтесін қойды. Қалдаяқов деген құрмет сияқты екі қарындасы келді, інісі келген жоқ. Сол үйіміз ертесіне Республика сарайына барып концерт өтейін жатқан кезде мен жаңа Шәмші Қалдаяқовтың үйінде жеңгеміз бар, Жәмилә жеңгеміз бәрін бір қатарға отырғыздым. Шәмші Қалдаяқовтың жары, балалары, немерелері, одан кейін жаңа қарындастары деп бірге отырғызды бір Республика сарайында. Бір уақытта менде жұмыс істейтін жігіт жүгіріп келді. Ана жерде бір шатақ шығып жатыр. Концерттің басталуына бір әлі 15 минут уақыт бар. Не болды десем, Жәмилә жеңгеміз шатақ шығарып жатыр деп. Барсам Жәмилә жеңгем неде жоқ, жаңа сахнада жоқ, сахнаның жанынан бөлме бар, сол жаққа шығып кетті. Сөйтсем, ана кім шақырды, кімдерді? Раушан мен Райхан кім шақырды? Мен шақырдым. Неге шақырасың? Сөйтсем, олардың араларында өзіндік бөлек не бар екен, түсінбестік бар екен. Біріншіден дедім, Шәмші Қалдаяқовтың жары менмін деді. Одан туған 2 балам бар деді. Біреуі Әбілқасым, екіншісі Мұхтар. Міне мен соның мұрагеріміз, балдарым. Шәмші Қалдаяқовтың жары менмін. Бұл жерде мен ғана ал енді Қалдаяқовтың қарындастары неге шақырды? Соңғы қарындасы болған, онда қарындасы болған. Мен ол кезде былай жатқанда мен сол Раушан Райхан әпкемнің мен адвокаты болдым да. Бұл қалай? Содан ана кісі жертеп тұр, мен қазір онда концертке қатыспаймын дейді. Содан кейін көкетай деп ана мен басқа кісілердің орнына ауыстырдым. Бөлек отырды деп. Ал енді сол сахнаға шыққаннан кейін неге кіргізбей дейді маған. Пұрсет болады ғой соны. Бір 60-70 адам әншілер бар, соған белгілі қоғам қайраткерлері қатысады. Жаңағы Мұхтар Шаханов бар, Асан Әшімов бар, әншілердің бір қатысып, соны шай береміз ғой бір 70-80 адамға. Соған да қатыспа дейді. Содан мен Шәмші Қалдаяқовтың әйелі маған біраз өкпеледі. Кім шақыр деп жүрді. Сөйтсем олар арасында өздерінің өкпенеші бар екен. Соны бұл кездегі мен жаңа Шәмші Қалдаяқовтың жеңгемізбен Райхан әпшеміз арасында өкпенешке мен арасында келіп кеттім да. Содан кейін келесі жылы Астанада өтті. Астанадағысында тағы шақырды. Астанадағысында келді. Сөйтсем ол кісінің тек қана бұл оның ойы концертке қатысу, бір билет, 2 билет алып келу, пойызға, самолетке жол көтеру деген ол көп қаржыны қажет етпейді. Шәмші Қалдаяқов туған қарызы. Ол кісілердің арманы Шәмші Қалдаяқовтың концертіне түскен қаржыдан кесері бөлігін алып отыру екен. Оны тікелей өзіңізге айтты ма, жоқ? Ол ашық айтты ғой, біз ашық айтты ғой. Шәмші Қалдаяқовтан бізге неге ақша түспейді деді. Содан кейін ал енді мынау заң деген бар, закон деген бар. Заң бойынша мұрагер кім? Абдулла қоғамда мұрагері Шәмші Қалдаяқовтың үйінде Жәмилә жеңгеміз бен Әбілқасым, Мұхтар үшеуі. Міне концерт өткенде өзінің Абдулла қоғамда қоғам бар біздің кәдімгі. Осы аяғын тыпырлатпай сен. Біреудің жаңа ән орындағаны үшін сен композиторда бір бөлек төлейсің, ана әннің мәтінін жазған ақындарға бір бөлек төлейсің, Абдулла қоғам бар. Сол қоғамда түскен қаржыны өзінің мұрагері ғана иелене алады. Мұрагері ол Жәмилә жеңгем. Ал енді онан соң бұл бір. Екінші бастағаннан кейін, ол кейін Ақтөбеде үлкен не өтті. Шәмші Қалдаяқовқа жаңа көше берілді, Ақтөбеге мені шақырды облыс басшысы. Соны онда да жаңа Шымкенттен келіп өзім күтіп алдым. Шымкенттен барып пойызбен бірге бардым. Ол кезде Райхан апай барған жоқ, Раушан әпшемізбен қайтыс болған марқұм. Содан кейін Қадыр Қалдаяқов деген інісі бар. Ақтөбеге бар апарып, бірақ оған кім өзі бармаймын деді. Райхан апа. Жоқ, Жәмилә жеңгем бармаймын деді. Бір осылай өтейін жатыр деп, мен оған бармаймын, денсаулығым жарамайды деген кейін, бірақ бармасаңыз мен пәленшелерді апарамын деп айтқан жоқпын да мен. Сөйтіп жаңа өзі Ақтөбеде енді туысқандары кім бар дегенде мен жалғыз өзім келіп тұрсам мен туысқан емеспін ғой Шәмші Қалдаяқовтың. Сөйтіп басқа түсіп қалады ғой деп, жаңа інісі мен несін жаңағы қарындасын алып бардық. Бір вагонда бірге барып қайтып. Онан кейін тағы да жаңа Жәмилә жеңгем, сен сол жаққа Ақтөбеге апарып жүрсің. Өзің бармаймын дедіңіз ғой. Өзің бармаймын, денсаулығым жарамайды деген кейін Ақтөбеден жаңа туысқандарын алып кел деген туған қарындасын туған інісі ғой, алып барған. Бөтен алып барған жоқпын ғой деп. Осындай әңгімелер көбейе бастады. Содан кейін біз кімді Шәмші Қалдаяқовтың жаңа Райхан, Раушан әпшесін, Қадыр Қалдаяқовты ешқайсысын шақырмайтын болдық. Себебі Абдулла қоғамына мен үстіме шағым түсті. Осылай жаңа сөйтіп мен жұртқа жақсылық жасаймын,
Қалдаяқтың ұрпақтарының бәрі бірге осы жаңа бір анадан туғандай болсын деген нәрсем мен түкке арзымады. Ол кәдімгі үлкен бір Райхан апа сол сұхбатында сізбен телефон арқылы тілдесіп өте ауыр сөздер айтты, содан ауырып қалдым деген тұрғыда айтты. Осындай тек түсіндірілген түрде болған бе, жоқ араларыңызда бір? Жоқ, мен қатты сөздер айтқан рас, неге мен айтамын. Себебі ол одан да ауыр соққылар айтты маған. Маған жала-жала болады. Сөйтсем Шымкентте бір байдан қайтқан Шымкентте бір 4-5 әйелдер бар екен. Кезде мен ренжіп болған шығарым мүмкін. Мен аса бір жақсы көрмейтін, жұрттың бәрі көңілінен шығатын, мысалы сайын бойында қыздар емеспін, ақшасы безе барып жата береді қойына. Мен өз ойым бар, пікірім бар. Сондай бір-екі күйеуі жоқ, бір-екі сондай өмір жол болмай қалған өнерде. Сол Райхан әпшемнің маңайлап апты. Сөйтіп ол Райхан әпшемнің, Райхан әпке тірі ғой әлі. Райхан қазір 74-те жасы. Көп өмір сүрсін. Бірақ кейін түсінісе алдыңыздар ма? Жоқ, мен кешірім сұраған жоқпын. Ол кісі кешірім сұратқан жоқ. Бір арада кісілер болды. Қалдыбек, мен жоқ деймін. Мен ол кешірім сұрайтындай мен ішіне істеген жоқпын. Және ол сотқа беретін дейді, ол мен ішіне істеп қойған жоқ. Болды. Ол біреудің несін алдауына түсіп қалды деп ойлаймын. Мен әлі де сөйтіп ойлаймын. Ол енді ол. Ал одан кейінгі концерттерге шақырып? Жоқ, шақырмаймын. Несі шақырамын? Енді өз көңіл күйім түсіруін шақырамын. Заң бар, закон бар. Бұл Шәмші Қалдаяқтың әңгеші. Шәмші Қалдаяқтың отбасы бар. Мұрагерлері бар. Сонымен шақырам болды. Ол түгілі Шымкент қаласында облыста өтіп жатыр, Түркістан облысы. Онда бәрінде олар шақырмайды. Себебі былай шыққанда бұдан кейін де осы сұхбат шығар, айтатын ойлар бар. Айтсын, көбісі шақырмауға тырысады соларды. Облыстық мәдениет басқармасы бар. Облыстық жаңа ұйымдастырады, солар ләжі болса, сол шақырмауға тырысады. Тура жаңа менің маған жасалынған шабу бар ғой. Оларға жасалынатын біледі да, жаңа түсінбестік тағы да. Түсінбестік осында алып беретін біледі да. Сонымен ал енді мен екеуміз тіптен арамызда ешнәрсе жоқ. Бірақ жаңағы мен сол Райхан әпшемнің әбден сыйласып жүріп, сөйтіп жаңағы біреулерінің алдауына аруына түсіп қалып, мен туралы өмірімде бір-ақ рет сұхбат. Мысалы 1000 рет мен мақтанған шығар. Мысалы, мақтау сөздер. Шәмші Қалдаяқ қатысы атқарып жүргеніме көшеде кеткен қариялар бұрылып, апалар келіп батасын беріп, айналайын Шәмшінің әруағын тірілтіп жүрген саған рахмет дейді. Ол Өскеменге де бардым. Қалдаяққа 92 жылда ең алғашқы Шәмшінің кеші 92 жылдан басталды, иә? Содан бері шамамен қанша концертін өткіздіңіз? Жалпы Шәмшінің концертін еске алу кештерін өткізуге жұмсаған қаражатыңыз өзін-өзі ақтай ма? Өзін-өз жабады. Жабады. Ақтамайды. Себебі ақтау үшін ақша қалу керек қалтаңда. Оны кейін тағы мынандай бір қызық болды. Шәкен туралы басталған кейін қажеттерін өздерің аласыңдар. Бір кезде Шәмші деген журнал шығардым. Шәмші деген журнал шығардым. Одан бұрын Абай деген журнал болған, қателеспесем, Жамбыл деген ғана журнал болған, екі-ақ журнал болған. Мұқағали шықпаған кез әлі. Қасым деген журнал шықпаған кез, Мағжан деген журнал шықпады білмеймін. Сол Шәкен деген журнал шығарды. Біз 52 беттік қып шығардық. 3 баспа табақ, оны сыртқа жас толығымен. Сол бір күні кеп мына журналда біздің қанша үлесіміз бар дейді. Тағы да. Қандай үлес? Бұл журнал мен өз қарызымды шығарып отырмын. Министрліктен бекітілген, тіркелген. Енді бұны, бұл сіздер қалай, журнал деген қалай деп ойлайсыздар? Бұл бір мемлекеттен бір үлкен бір ғимаратты маған бір жекемен шығып берсе, мына ғимаратты Шәмші Қалдаяқ үшін ал. Шәмші Қалдаяқ университетін аш, болмаса Шәмші Қалдаяқта бір колледж аш деп берсе, оған айтуға болады. Қалдыбек, сен осы Шәмші Қалдаяқтың атына саған бір 4 этаж ғимарат беріпті ғой, пәлімі квадрат, шаршы метр. Соны енді, ал енді бұл журнал деген шығынның ақшасы ғой. Телеарнада істейтін журналистика істейтін адамдар біледі, журнал деген журналда байыған адам жоқ. Ол бірақ Шәкен арқылы айту шығармалар, жан-жаққа қалған шығармалар бір ортаға тоғысса, Шәкен ұсынған заттар, тұтынған заттар, әндер, айтылмаған әндер, ол бір жерге жинасақ деген мақсат болды. Сөйтіп, мысалы, бізде қандай үлесі бар деп, бірінші журналды тұсаукесеріне келіп осы сұрақ қойды. Сол күні мен Жәмиле жеңіп, оған ешқандай неңіз жоқ. Оған да біреу айтқан ғой, журнал шығып жатыр, сол жерден үлес алып отыр деп. Ол кезде келген Жәмиле апай ма жоқ қой? Жоқ, айттым, Жәмиле жеңгеміз ол кезде. Содан кейін Жәмиле жеңгем түсінді. Оны түсінгеннен мен маңайында мысалы Мұхтар Шаханов бар, мысалы, Көпен Әмірбек бар. Жалпы журналда редакторлық адамдардан сұраған шығар осы. Бұл журнал деген не өзі пайдалы нәрсе, пайда әкелетін нәрсе ме? Шығынның нәрсесін сұраған шығар, олар да немес қой. Содан Жәмиле жеңгеміз ол түсінді. Бұл журнал дегенде біреудің бұл табыс әрекетінен бұл тек қана бір адамның тұлғаның шығармашылығын насихаттауға арналған дүние. Сол арқылы Шәкеннің қаншама айтылмаған әндер, мысалы, Мұхтар Шахановтың жеке архивінің өзінен мұрағатынан пәлен ән шықты.
анау неде арқалықта жаңа неде арқалықта ақтаң деген ән қалып қойған. Мысалы сол әнді алып Жұманышқа орындатып өлеңін қайтып жаздырдып Мұхтар Шахановқа сол мысалға арқалықта ақтаң деген қазір кеңінен танымал болып айтылып жатыр. Одан бөлек Ақсудан шыққан аққу мәнім, Шәкеннің айтылмай қалған көптеген әндер жиналды. Сол журнал арқылы шығарды. Елді суреттері келді қаншама тұтынған заттар. Бір адам үйіне қонаққа барады, сол үйде қалып қойған заты бар, сыйлаған кітап бар. Сонымен оның бәрі әр адамның өз қолында тұр да, ертеңгі Шәмші Қалдаяққа үлкен мұражай ашылатын болса, Алматыдан болмаса Түркістаннан, мысалы Шымкенттен, соған уже сол мұражайға қоятындай дүние жиналды. Осы журнал арқылы. Бірақ журналдың жаңа біз 10 тиражға дейін журналды алып келдік. Одан да көбейте береміз деп ойлағанбыз журналды, тиражын. Журнал халық жақсы жазылды. Бұл жерде тағы қайталау бастала бастады. Көбісі біз ойлағанбыз ғой, Шәкеннің ғылыми материалдар, Шәкеннің әндерінің ерекшелігі, Шәмшінің тұлғасы, Шәмші Қалдаяқты неге халық әлі күнге жақсы көреді? Неге осы осы туралы ғылыми тұрғыда үлкен мақалалар түсеме деп үміттенгенбіз? Жоқ, естеліктің бәрі Шәкенмен кездескені, ол әннің тарихы туралы айтпайды. Шәкенмен кездесіп, сол Сыраханаға барғаны, екеуің осы дәрежеде қалып қойып жатыр естеліктер. Соңға дейін бұлай етіп шығарып өткен болса, ертеңгі күні біздің өзіміздің арымызда сын болар. Арада біраз күш алып алайық. Біраз уақыт салып алып, журналды қайтып ашуға болады. Мүмкін бүгін басқа нұсқасымен шығаруға болады шығар. Сонда ол кезде де осындай мәселелер болған. Ал енді өз ойлашы, 92-ден бері 27 жыл ма? 27 жыл бір адамның, бір тұлғаның шығармашылығымен айналысқан қазақстандардан бар ма? Сұрақ, бір адам тұлғамен. Жоқ деп ойлаймын. Бір адаммен. Шәмші Қалдаяқ, мен тек екеуміз жақындастыратын, екеуміздің ұлтымыз қазақ. Туысқандығымыз, жақындығымыз жоқ. Ол Жағалбай, мен Сергей Қарабатырмын. Туысқандығымыз жоқ. Бірақ енді Шәмші Қалдаяқпен неге мен келдім? Тосыннан аспана түсе салған жоқ. Шәмші Қалдаяқ дүниеден озғанда қайтқан күні 1992 жылы 29 ақпан күні өмірден озды Шәмші Қалдаяқ. Сол кезде ол 4 жылда бір рет келетін күн ғой, 29 ақпан деген. Сол кезде мен әнаға неміс Шәмшімен сұрасып ән жаздым. 26 жасыңызда. 26 жас, Ибрай Саип деген көрнекті ақын. Ол Сәкен Қалдаяқтың орындауында ол ән айтылды да, халыққа танымал ән болып кетті. Әйтпесе Шәмші Қалдаяқтың өзіне арналған әндердің өзі қазір 100-ге жуық әндер. Бірақ сіздің енді шәмшітанушы ретінде біраз әңгіме айтылды. Сіздің сол әніңізге дейін де әндеріңіз болды ғой өзіңіздің композитор ретінде. Жаңағы Шәмшіге қатысты тағы бір сұрағымды қойып алайыншы. Шәмші Қалдаяқовтың кешіне кезінде өзім сахнаға сүйреген әншілерді шақырып, бірақ олар қаламақы сұрап әлекке салды деп бір сұхбатыңыз айтыпсыз да. Нақты кімдер туралы әңгіме? Бұл да былай қара түсінбестік деп қарау керек та. Түсінбестік деп қарау керек. Сол енді сол ақша сұраған адамдар бір кедейленіп, бір жағдай жоқ, болмаса бір мысалы ауырып қалып, мысалы кезінде сахнаға шыға алмай қалып, мысалы қиналып тұрып, мысалы мен дәріге алатын ақшам жоқ қалып еді. Мен енді деп сұраса, мен ондай бересің ғой. Ол енді әншілердің көбісі кезінде осы Шәкеннің әнінің кешіне қатыспаса, таңертең жаңағы бағы жанбай қалатын адам сияқты болып асығатын тұғын. Бұл кейбіреулер үшін Шәмші Қалдаяқтың ән кеші өзінің бір халыққа танымал шығып алу үшін ғана керек болған әншілер болды. Оны атын атамаймын, себебі ол өзі жаман ауруды айтқан сайын ол жұқпалы аурулар не болады екен ғой. Одан сайын. Себебі ондағы мақсат кезінде бір белгілі азамат болды, өзі әнші болды. Сол екеуміз арасында бір түсінбестік мәселе болғанда, осы Шәмші Қалдаяқтың кешіне келетін әншілердің бәріне телефон шалып, бармаңдар. Ертең Республика сарайының Шәмші кешіне бармай қалыңдар. Сонда ойлайды ғой, кеш бармай қалса, кеш өтпей қалады ғой. Сонда ол Шәмшіге қиянат жасап жүрген адам түсінбейді да. Ол адам кім? Аға, сіздің мінезіңіз тік мінезді. Неге біз жұмбақтап сөйлейміз, нақты адамдардың атын атап неге түсіністей алмаймыз? Нұрлан Өнербаев. Мына кісінің ағасы. Нұрлан Өнербаев кезінде Қазақ радиосының бас директоры болып тұрды. Ол екеуміз арамыздағы түсінбестікте бірақ нәрсе, бұның бәрі түсінбестік. Әйтпесе бір олардың әкесін болмаса, олар менің әкемді болмаса, біріміз бауырымызды шетелдегідей бірімізге бойымызды қанатқан ештеңеміз жоқ. Біреудің әкесін өлтіріп қойған жоқпыз деген сияқты. Болмаса біреудің жарының қойны барып қойған ештеңеміз жоқ. Просто бұл кезде кейбір адамдардың арасында бір адамдардың екі танымал адамды бірін-бірге соғыстыру арқылы ләззат табатын үшінші топ бар екен. Өз солай алады. Сол радиода директор болып тұрған кезде, мысалы, Шәкеннің пәлеме әнін алып бардым. Жаңа арен жүрек жасады. Арен жүрек ақшасын өзім төлегем. Көрдіңіз ба? Апарғанда сол радиоға қабылдамай қойды әндерді. Мен әнімді қабылдамай қойыңыз. Шәмшінің әні ғой. Өзі шақырған, сағат 9-да кел деп. 9-дан басқа сол күні кешке дейін қабылдамады.
мені. Ал қазір қалай? Жоқ, қазір қойды. Жоқ, ол кісі емес. Қазір жалпы әншілерді шәмшінің кешіне шақыру қаншалықты оңай, әлде қиын? Мысалы, қазір екі күннің бірінде қазақ әншілер тойда жүреді. Сізге оларды шақыру қиын ба, оңай ма? Енді мен мынау өзі 27 жыл деген уақыт деген аз уақыт емес қой. Кімнің кім екенін біліп қалдық та. Кімнің қаншалықты өтірік қосады, кімнің қанша сөзінде қисынына сөз келмейтінін бәрін біліп қалдық. Одан кейін шәмшінің әнінің нағыз жанашырлары бар. Әншілерді бұл Шәкенің әні деп орындайды. Мен де сыйлайтындығы бар арасында. Сонымен Шәкенің бірақ Қалдыбектің әншісі шәмшінің әні деген жоқ. Мысалы, жұрт ойлайды екен кейін осы Қалдыбектің өзінің бір тізімдегі әншілері бар ау, солар ғана қатысады. Жоқ. Мысалы, қараңыз, биылғы жылда мысалы Абай Беги, мысалы Асқат Тарғын, мысалы Шәкенің мысалы бір концертінде ән айтпаған әншілер болды мысалы. Тағы да басқа да мысалы әншілер келіп, мысалы бізге телефон шалады, менде бірақ шарт бар. Әніңді жіберіңіз, неге? Елітіп сөйтеміз, тыңдап боламыз да, әнді сөзі бұзылған жоқ па? Ән жақсы орындалды ма? Болды. Сен қай жақтансың? Қытайдың қазақсың ба? Түркияның қазақсың ба? Атыраудың қазақсың ба? Маған бәрібір. Маған әнді жақсы орындап, әнді бұзбайтысы болды. Бірақ сіз 91-ға әнді айтқызбаймын депсіз. Енді ол жерде ол басқа, ол жерде принцип бар ғой. Ол енді адам абыройсыз алып келетін нәрсе ғой. Енді ана әншілер, мысалы енді басқа да әншілер, мысалы біз осы Қайрат Нұртасқа да ән ұсындық Шәкен кешін. Жоқ, мысалы 91-ды, мысалы кейбір қоғам өкілдері дұрыс көрмесе де, оны тыңдайтын жастар. Неге жастарға солардың өнерімен шәмшінің әндерін жеткізбеске? Сол сөйтіп қарып, шәмшінің ән орындайды, әнші деден, соларға орындамай қойсын енді. Адамды өзі бір... Яғни түбегейлі қарсысыз? Қарсы, мені кейбір шәмшінің кешін өткізетін, мен қазір жасым 53 келді ғой. Енді мәңгілік емес бұл, бұдан кейін өткізіп, біреу Ньютон сияқты біреу шашын бояғанды сырға салғандар шақыра беретін шығар, бірақ мен шақырмаймын. Себебі қоғамда өзі масқара болу бар, ұят болу бар, оны кейінгі жексұрын болу бар. Мен жексұрын болғым келмейді. Ол шақырған екен, ол ертең мен сол шақырсам, шақырып концерт қатысса бұл не болуы мүмкін? Жаңа ой қалдым шақырып деп, бірақ халықтың шәмшінің әнін өлерде жақсы көретін. Осы күнде Шәкеннің кешіне еш концертіне қалмай, телеарнадан болсын, концертіне билет ақша алып билетіне концерт қатысқан адамдардың мен наласына қарғысына қалғым келмейді. Мен қорқам. Шәкен көзі тірі болса да ойлаймын, сол қарсы болар ма еді деп ойлаймын. Себебі адамда қорқыныш деген болады ғой. Бірақ шәмшінің ән кештері үшін шақырылатын әншілерге қандай да бір қаламақы төлейсіз? Жоқ, мысалы Астанадан келетін әншілер бар, соларға біз не төлейміз? Жолын төлейміз. Енді Алматыда Астанаға баратындарға қонақ үйі бар, жолын төлейміз. Себебі ол қазіргі ол әншілердің ішінде өзі кәдімгі шәмшінің кешіне ақша бермесең қатыспаймын деген әншілер жоқ. Себебі ішінде олардың бәрі сырылып шықты ғой, өзі білініп қалды. Мынау о баста бетіне маскасы түсті да қазір кімнің кім екені білініп қалды. Бізде шақырмайды, сондай әншілер бар кезінде. Өліп кетерде анаға телефон шалдырып, ана кісіге телефон шалдырып, мына қыз қатысыншы концертіне деп жүрген қатысқан әншілер бар. Ал енді Шәкеннің әлі күнге дейін әнінен қалмай жүрген әншілер бар. Шәкеннің кәдімгі кереметтей құрметтейтін. Енді келесі жыл 90 жылдығы мысалы. 90 жылдығы мысалы Нұрғали Нүсіпжанов бастаған, мысалы Роза Рымбаева бар, Мақпал Жүнісова бар. Мысалы қай әншілердің уақытына байланысты, қазір көп әншілердің несі сәйкес келмейді біздің қойған уақытымыз. Енді мысалы бір концертке 30 әнші қатысады. 30 әншінің уақытын бір уақытқа алып келу өте қиын. 34 ән айтылады да, мысалы. Бір сол уақытта қайсысы кейбір уақыты болмайды, ана әнді басқаға бересің. Бүгін Астанадағы концертке қатыса алады, Алматыдағы концертке қатыспауы мүмкін. Неге ана әнші қатыспады деуге болмайды. Мәселе шәмшінің кешінде ән қалай айтылды? Солай қалай? Әннің сапасы қай ән дұрыс айтпады, қай әнші дұрыс айтпады. Сол жөнінде журналистер зерттеу жасап берсе, мен бек риза болар едім. Ал енді Шәкенің тек қана бір әнді біреу 40 жыл айту міндет емес қой. Жақсы, аға, түсінікті. Осыдан 12 жыл бұрында мен сізден, ол кезде мен оппозициялық газетте жұмыс істегем, сізден үнемі біз сұхбат алатынбыз. Неге? Өйткені қоғамда болып жатқан кез келген өткір өзекті мәселелерге сіз өткір пікір беретінсіз. Ал қазір сіздің даусыңыз бәсең. Ол сіздің ауылға кетіп қалғандығыңызбен байланысты ма, жоқ осындай өткір тақырыптарға қатысты сұхбат алушылар азайып кетті ме? Алмағандықтан, сұрақ қойылмаған. Сұрақ қойылмаған. Қандай сұрақ қойса сонда жауап беремін.
Яғни сіз баяғы ұстанымыңыздасыз. Жоқ, мен мінезімді өзгерткен емеспін. Біз мемлекет қызметте де болған адам, мемлекет қызметте жүргенде де айтатын ойымды айтқым. Айта да беремін. Ол адамның өзіне байланысты. Біреулер айтады, сен қалай түсінесің ғой, мен қазір қызметтемін ғой дейді. Айналайын, сен қызметіне қандай қатысы бар? Сен қызметіне қатысы қойып тұрған жоқпыз ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан да мынау мінезі өзгерген адамдар көп бізде қоғамда. Ал мен бағым орай мен мінезімді өзгерткен жоқпын. Онда сол ел қойы біз осы күнге дейін қоймаған сұрағымды қояйын сізге. Жалпы соңғы кездері мысалы көп балалы аналарға жәрдемақы беру мәселесі көтерілгелі бері әйел адамдар митингке көп шыға бастады да, жаппай барлық жерде. Жалпы осы дұрыс па? Әйелдерді алдыңғы шепке қойып алып, әйелдің кез келген мемлекетте әйелдің қулығын пайдалану мүмкін, бірақ күшін пайдаланбағанда біз осылай қате жасап отырған жоқпыз ба? Барлық дау-дамайдың ортасында әйелдер жүр. Еркектеріміз қайда? Қоғамда мысалы, жаңа көп балалы ананың бір 21.000 теңге алу үшін қазір пәленбай қағаз толтыртып, телеарнадан беріп жатыр. Қазір бір ғажабы мынау оппозициялық демейік, биліктің демейік, қазір бар телеарнада осыны ашық айтатын болды. Мен айтамын да, журналистерге қандай батылдық етіп қалды, кезінде журналистер бермейтін еді. Осы бүгін телеарнада мен көбінесе мына 31 ктк-ны көремін, Астана каналын көремін. Әйтеуір осы шындықты айтып қалады ау деп. Қазақстан хабарласа не қылмайтын тұғын. Барлық телеарнада осыны айтып жатыр. Себебі бұл біздің қоғамдағы үкіметтегі ұмытылып кеткен мәселе. Көп балалы аналардың жағдайын жасау, көп балалы аналарды құрметтеу, оларды үймен қамтамасыз ету, олардың балаларына мектепке апару, жағдайын жасау. Бұл қоғамда, бұл жалпы біздің жүйенің жіберген қателігі. Осы қателікті жіберіп алды қоғамда. Сөйтті де, кәдімгі мен өзімде мысалы бір облыстың 3 миллионға жуық халқы бар, Оңтүстік Қазақстан облысы ғой ол кезде. Сол ішкі істер басқармасында басшылықта болды. Ұмытылмауға тиісті мәселелер болады. Біз қоғамда қазір көп балалы аналардың енді ғана есіне түсті қоғам. Кәдімгі уже адамдар уже айқы. Бұның артында мен бір үлкен ер адамдар отыр. Болмаса артында біреулер бұны жаңағы билікке қарсы әрекет ретінде қолданып отыр деп естімеймін. Бұл кәдімгі не бар сол анық көрсетілді. Анық бетіне шықты. Шындық бетке шықты. Бұл біз ұмытып кеткен, биліктің ұмытып кеткені, үкіметтің ұмытып кеткен мәселесі осы болды. Осы ұмытып кеткенбіз біз. Тіптен осы көп балалы аналарды ойлау, олар ертең балалары қайтып өмір сүреді, олар ертең оларға үй күйісіз жүрген адамдардың болашағы не болады? Олар біз қоғамға пайдалы жұмыс істей ала ма, әлде бұлардың тұқым ұрпақтарынан үй күйісіз жүрген адамдардан жаңа басқа жаман жолға түсіп кететін қоғамымызға кері әсер адамдар бола ма, топ бола ма деген ойламаған, ойдан шығарып жүрген. Біз екі мәселені ойдан шығарған біздің мемлекет. Біреуін есін жинап алды, біреуі дін мәселесінде. Дін мәселесінде бізде мемлекет кезінде осы кешелде қай мемлекетте кім келсе, біз қай діннің өкілі келсе, соған біз не салып бере бердік. Соның шіркеуін салып бере саламыз. Соның қай елден келді, қай дін, ол біз қарамады. Ешкімнің біз Қазақстан жаңа көп ұлтты мемлекетпіз, бәрінің жағдайын ойлауымыз керек деп, жаңағы бүкіл ұлттардың өз нелерін салып берді. Әрқандай діндердің өкілдері. Сол кезде әйтпесе мемлекет басқаратын адамдар болды, мысалы. Солар айтуын айтты. Мысалы, бізде шырылдады, айналай, бұлай болмайды. Біз мемлекетіміз бір ғана көп ұлтты мемлекет емеспіз. Біз Қазақстан деген бір ұлтты мемлекетпіз. Ұлттың бірақ ұлт тұрады бұнда. Бұнда қазақ деген ұлттың жер иесі, бұл жердің бірақ ұлт қазақ. Бірақ көп ұлттың өкілдері тұрады. Жалпы қазір не айтып тұрғанын түсінбейтін, өзі түсінбейтін, неше түрлі мән мағынасыз әндер, қойыртпақ әндер, орысша екені, қазақша екені түсініксіз әндер көбейіп кетті де. Оларды тыюы тиіс, оларға бұлай болмайды деп айтуы тиіс, ағаларымыз кейбір ауылға көшіп кеткен деген сияқты. Бұл кісілерді жалпы бұл мән мағынасыз әндермен қалай күресеміз? Мен ауылда көшіп кетуінен одан бір трагедия жасаудың қажеті жоқ. Кім? Ирина. Сіздің іс-сапарлап келумен, аға, іс-сапарлап келумен өнердің ортасында жүру бір бөлек. Мен ауылда тұрсам да, мен телеарна, радио болсын, газетті тасыған емеспін. Мен бүгін жаңалықтағы адаммын. Шақырғанда қалмаймын. Аға, сіздің ошаққа керектігіңізді айтып жатырмын. Керектігімді айтайын, енді қазір былай болды ғой. Қазақта сөз бар. Мынау қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген сөз бар. Нағыз соның кезі енді келді. Және оны шарықтау шегі келді. Мұның бәрі не білдіреді? Бір кезде біз мына кеше кеңес өкіметінде
жақсылығын көріп қалған адамдармыз біз енді. Жақсы жағы да көп болды ғой. Сол кеңес өкіметінің жақсы жағын алып қалу керек еді. Біз идеологиямызға, тәрбиемізге де қатысты өте жақсы жағдайлар көп болды. Оған өзіміздің жаңа форматта қосуымыз керек еді. Жаңа форматта не істеуімізге болады тағы да. Қайсысына қалдырамыз, қайсысын қалдыруға болмайды деген сияқты. Бір топта 4 продюсер бар. Сөйтіп өткенде бір үлкен бір бағдарлама қатысып келген бір жобаға қатысқан. Ойпырмай ана жоба қатысқаныма енді шақырғаннан кейін жаңа продюсерлер бардым ғой енді. Сіз айтсаңыз ғой деп. Соған айтқанда анау аға сіз айтқаныңызда дұрыс. Бұл негізінен қорытынды шығарамыз деген әншілер болды. Қайрат Түнтеков сияқты басқа да әншілер болды. Бұл сіздің негізінен ал екінші сен кімсің деген сұрақ қойылған деп көзіне байқап тұрмын да. Сен кімсің біз ақыл айтатын? Біз өзіміз білеміз деп. Сосын қазір әндердің өзі мынандай сөзі өзгеріп кетті. Айта берсін. Жоқ не айтса айта берсін. Аузына келген айта берсін. Мен бәрі мықтымын. Мен бәрі күштімін. Мен мына қара түнекті жарып шығам дейді. Бұл қандай қара түнек деймін да? Бізде соғыс болып жатқан жоқ, Құдай сақтасын деймін да. Сондай қазір әндердің мәтініне қарасаң адам шошиды. Одан кейін бір мағынасы оппай бірдеңе. Сондай талқыланған бағдарламаға бардыңыз, бір ұялған адам болды ма? Болды. Жоқ. Ұялмағаны ше? Ұялмағаны жаңа ұялмайтындар бар екен. Ал ұялатындар да бар екен. Енді бара қараса ұялатындар көптеу екен. Ұялатындар көптеу екен. Кемсіздердің ескереміз. Біз енді айтамыз саған сен жақсы болсын деп саған сен еліңе одан сайын жақсы сүйкімді болып жақсы әндермен танылсын деп сондай ниетте сөз айтып жатырмыз деймін да. Сен біздің арамызда өкпеленіш жоқ деп сөйтіп ана сіз қаншама өте әйгілі керемет әндерді жазып шығарған мықты композиторсыз да. Мысалы Жайықтың толқындарын алайық та, керемет әндер. Сол үшін авторлар қоғамынан өзіңізге лайықты қаламақыңызды алып жүрсіз бе? Алып жүрмін. Бізде авторлар қоғамы бір емес бірнешеу ғой. Сіз қайсынан алдыңыз? Бізде өзі қазір авторлар қоғамы деген Марал Ысқақбаев басқаратын қоғам бар. Сол қоғамның мүшесімін. Марал Ысқақбаев басқаратын қоғам мүшесімін. Ол қоғамда 3428 адам бар мүше. Ең мүшесі көп қоғам осы. Мұнда жақ қана әншілер емес, ақын емес, композитор, суретші, бүкіл өнер, драматург, жазушы бәрі бар. Осы қоғамның мен мүшесімін. Сол қоғамның өзінде де көз алартып тартып алғысы келіп жүрген деді. Болды өткенде жақында бір үлкен құрылтай өтіп, менің атымды пайдаланбақшы болып бір кісілер жаңа құрылтай. Яғни сіз авторлар, сол өзіңіз тіркелген авторлар қоғамның жұмысына көңіліңіз толады. Толы мен өз сол жерде қаламақта. Ал біреу емес бірнешеу ғой, сол дұрыс па негізі? Бәрі бірігіп біреу болған. Бұл жерде жоқ, бұл жерде заң бойынша бәрі заңға байланысты ғой. Бәрі біз Қазақстанда ең соңғы тіркелетін бір мекемен жаңа бір мекеме тексеруге барсақ екеуміз журналист зерттеу жасап бір мекеме тексеретін болсақ, бірінші барып несін сұраймыз? Жарғысын сұраймыз. Жарғы деген олардың заңы сол. Құжаты. Сол айтпақшы, мысалы ол бізде заңда бірнеше қоғамдық ұйымда құрыла беруге болады деген не бар жаңа. Авторлар құқығын жаңа жинайтын, қаржысын жинайтын. Бірақ бір кезде де әркім өз арасында біреу қызықтырады. Мен көбірек ана авторлар қоғамына мен Марал Ысқақбаевпен сендер көбірек беремін деп басқа қоғамға кетіп қалғандар да бар. Бірақ мен өзім айтып осы қоғамда қалып қойдым, осы қоғам мүшесімін, осы қоғамда автор кеңесінің мүшесімін, осы қоғамның лауреатымын. Мен өзім айтқан әндеріме қаламақы алып тұрамын, мен басқа адамға жауап бере алмаймын. Өкпелеп жүрген адамдар бар шығар. Мен өзім бұл қоғамға мен қанағаттанамын. Себебі мен әндерім орындалады. Уақытысында тұрақты түрде қаламақыңызды алып тұрасыз. Қанша эфирден қанша беріледі мысалы? Эфирден бөлек жаңағы мейрамханаларда, кафелерде. Мейрамханада, эфирден, радиодан беріледі. Әсіресе мен осыдан 3 жыл бұрын 50-ге толдым ғой. Сол кезде бүкіл телеарна менің әндерімді бере бастады. Бірнеше телеарна кешім түсірді ғой. Сол кезде тіптен мен жылына 6 миллионға жуық ақша алған кезім болды. Сол авторлар қоғамынан. Сол кейін анаған қайтып телефон шалдым авторлар қоғамы. Мен мына өзі басқа біреудің қаржысы болып, Құрманәлі емес, бір Құрманғалиев деген біреу шығып, қарыз болып қалмайын ба деп. Мен ақшаны жаратып қойып, ертең қайтып бермей қалмайын ба деп, сөйтсе мен сөйтсе, бұлар авторлар қоғамына не шығарыпты анау? Мына әнді айтып тұрады, караоке деп, не еді әндер. Караоке. Сондай шетелден келген екен де, Корей елден келген. Соларға сол кезде көбірек ақша бөлінген екен де. Ең көп ақша алған кезім болған. Бұлай енді айына кейбір мысалы өткенде мен науқастанып қалдым. Таза емдедім. Сол автор қоғам барым, бұны ауырғанын айтқан жоқпын. Ауырып қалған мына жерге не жазып кетсең, сіз көмек аласыз ғой дейді. Таң қалдым. Сөйтіп автор қоғам барған жаңа ауырып қалған дәріге дәрменмін деп кейін берді. Мен айттым, ойыма сіз кеңестер одағынан кейін бірінші мынандай үйімді бар екен көріп отырмын деп. Бұл бір қоғамдық ұйымда бұл ешкімге мемлекет ақша алып жатқан жоқ. Бұл қайда осы авторлардың қаржысын жинап беріп жатқан қоғам. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұндай қоғамдардың болғаны дұрыс. Бірақ ішінде адам өзі
қайсысына барғысы келеді, адам таңдау болады да, өзінде таңдау болу керек. Өзіңіздің үлкен бір өкінішіңіз болмаса орындай алмай қалған арманыңыз бар ма? Менде енді адам жас кезінде қиялшыл болады ғой, қиялдайды, одан кейін армандайды. Адам өзі мына жас келе бастаған сайын арманда азая бастайды екен. Азайған су сияқты, өзендер сияқты, көлдер сияқты. Сол кезде нақты істері көше бастайды екенсің. Мен мына жерде қалып қойған бір ғана арман, мынау консерваторияда, Құрманғазы консерваторияның сол композиторлық мамандығын бітіре алмадым ау. Жасым 53-те. Ол түсем деймін, талпынам, оның пәлен жыл неде оқу керек екен, жаңа дайындық бөлімде оқу керек. Мен өзім балам оқып жатыр, Шәмші Қалдаяқов консерваторияда оқып жатыр. Ұлы композитор Шәмші Қалдаяқов бітіре алмаған, мен оқуға түсе алмаған оқыды, мен балам оқып жатыр, Шәмші Қалдаяқов деген балам. Соған, бірақ мен сол ішімде қалып қойған арманым сол. Себебі бізді көзімізді шұйытты кәдімгі. Сен мысалы біз политехті бітірген ақындар бар. Ол да Сүлеймен Ерәмбек Оразбаев. Соларға әуесқой ақын деп ешкім айтпайды. Политехті оқыған, басқа институтта оқыған, мысалы Қасымға Бегманов деген политехті оқыған, басқа институттарда оқып, ақын болғандарды әуесқой ақын деп ешкім айтпайды. Біз өнер осы именно неге композиторлық келген кезде бізді әуесқой деп қосады, әуесқой деп. Айналайын, сен әнің халыққа жетіп жатса, әнің сапасы күшті болса, әніңді мықты әншілер орындап, халықтың сүйіспеншілігі бөленіп жатса, одан артық композиторға не керек? Сен дипломың кімге керек? Жүріп жүрген қыздан көрсетесің, мен консерваторияда бітірдім деп айтасың, иә? Сол егер сенің әнің жоқ болса айтылатын. Мысалы, бірақ ол деген сөз, мына консерваторияда оқымау деген сөз білдірмейді. Мен арман оқимын алған ішімде бір өкініш. Бірақ әндеріңізді нотасыз жасасыз ба? Мен енді домбырадан ойнаймын өзім. Содан өзім әнім шығарып, содан мен енді жылына пәленбай ән шығарып жатқан жоқпын ғой жаңағы. Кейбір кісілер бар ғой, таңертең бір ән, обедке бір ән, түскі асқа бір ән, кешкі асқа бір ән шығарып жүрген, күніне 3 ән шығарады адамдар бар екен. Бірақ мен өзім талғамым сондай, мен өзім әйтеуір бір әнім болса да халыққа жететін, ертең содан сөз естімейтіндей болсам деп ойлаймын. Аға, біз жаңағы мән мағынасыз әндер, қойыртпақ әндер көбейді деп жатырмыз. Бейнебаяндардың да көрерменді көбейту үшін небір түрі шығып жатыр. Біздің мүлде қазақы болмысымызға сай келмейтін де бейнебаяндар бар. Бір екеуін сізге көрсетейін, өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз, мынау жақында ғана шыққан. Қай әнші екенін танисыз ба? Қамжат қой. Dalganlardan say gelmekle yabanlı Mısırlık miktarda yerme Ağzı dünyalak getirmala gözüne Tezrik gelmeyle terge Karamel, karalem, karalem, karalem Canıma dedim ben canedim Elini bularım ağam Paralel, karamel Әні қалай, сөзі қалай, өзі қалай. Бер гел Тілімен түнейді берлер Мені қазір бұл Кәмшатқа аяушылық сезім, Кәмшат емес, Кәмшат сияқты көп әншілерге соңғы кезде мен аяушылық сезім оянатын болды. Неге аяйсыз? Аяймын, мүсіркеймін. Жаныма шейді соларға. Осыларды ертең отбасы болады ғой. Перзент дүниеге алып келеді. Содан кейін бұл көп өмір сүрсін бұл қарындасым. Ұзақ Алланың берген жасын жасасын. Сол күндерінде олар балдары болады, иә? Сол немерелер болады. Содан кейін мынау енді тасқа түсіп қалған нәрсе ғой, неге? Тасқа түскен ғой, таңбаланған ғой. Неге түскен ғой. Енді күндерінде осыны 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін өзі көре ала ма екен? Балаларымен, қыздарымен, немерелерімен көре ала ма екен? Сонда қандай күйде болады екен деп кейде ойлаймын. Аяушылық сезім оянады қазір. Мүсіркеймін мұндайларға. Бірақ ойлаймын, оны ойлаған Кәмшат болса, бұлай істемес деп ойлаймын. Мүмкін бұның өзінің емес, мүмкін жаңа продюсердің істеп отқан тірлігі ме деп ойлаймын. Енді бір жолықсам, осы тікелей эфирде, осы бүгін жас бағдарламаға шығып жатырмын, сұхбатқа. Bir жолықсам, Кәмшаттан бір сұрақ қойдым деп жүр өзінен. Сен осы шын өз немен өзінің өз қалауың бойынша істеп жүрсің бе, әлде бір продюсердің сызып бергені сол бойынша шығып жүрсің ба деп. Мысалы, адам әдемілікті, адам сұлулықты, дене бітімінің мықтылығын басқа жерде көрсетуге болады. Мысалы, тек қана ол
жаңа аяқ аспанға көтеріп болмаса кеудесін көрсетіп болмаса ашық шашы жату деген мен білмеймін бұл өзім әжептәуір көретін жақсы көретін қызмет бір жолықсам айтайын деп тұрмын. Аға қараңызшы, мүмкін ол кезде ұялатындай жағдай болмайтын шығар, сіз жаңа айтып отырсыз ғой 20 жылдан кейін. Біз осылай көрсете беріп, телеарналардан беріп, әр жерде клиптерін көрсете беріп, бұны қалыпты жағдайға айналдырып алмаймыз ба? Біздің мысалы мен де қыз өсіріп отырмын, ұл өсіріп отырмын. Олар үшін қалыпты жағдай болып кетпей ма бұндай? Жоқ, мен өзі талай нәрседен ойлаймын өзім. Соңғы кезде біз ұлт қайда кетіп баратырмыз? Мемлекетіміз қайда кетіп барады? Ұлттық идеология бар ма? Мемлекеттің идеологиясы іске асып жатыр ма деген сияқты осы мәселе қоямын да. Сөйтіп өзім перзентім емес, балалар емес. Ауылда қарапайым кісілер бар. Біз ауылда менің әрқандай салада жұмыс істейтін достарым, балалары бар. Базарда жұмыс істейді мысалы. Ол сен жаңа Қазақстанда президент кім, Қазақстанда қандай өзгеріс болған қызық емес. Ол базардан тиын темір тапса болды. Мысалы, тиын темір тапса болды. Сол кейін әр салада достарым бар да, достарым бар, ағаларым, балдарымен де сұхбаттасамын мен. Маған қызық та. Ойлаймын, қоғам ластанып кете бере ме, әлде мұнда бір сұрауы бола ма екен? Алла тағала шебер ғой, мұнда бір сұрауы болады шығар деп өзім ойлаймын. Сөйтіп ойлаймын, сөйтіп сұраймын. Сөйтіп сұрауы болады екен. Ана айтқан мәселе бар ғой, ана айтқан мәселелердің бәрі. Ол қызық болмай қалады екен. Себебі ұлттың бетінен ұят кетпеген жастар бар екен. Кәдімгі жас жігіт 4-ші класста оқитын, 5-ші класста, 9-ші класста оқитын, институт 1-ші класста оқитын әрқандай адамдардан сұраймын, достарым балдарынан. Ана клипке қалайсың десем, кәдімгі мен қайта немді сыртқа шығармай тұрмын ғой, кәдімгі. Эмоцияңызды. Ол кәдімгі Шымкент желіп шыдан бастап, шы деген сөзден бастап айтады. Ол бірақ сіз ауылды жерде ғой ол. Жоқ, қалады да. Қалады да. Енді ойлаймыз, біз өзіміз ортамыз бар ғой, біз қалалық болмыз, баламыз қалада туылды ғой. Біз қаламыз қалалық балалық ғой. Солай енді осылай орыстанып жоқ дейді. Ұлт сатып қалатын мүмкіндік бар екен. Бірақ мемлекет соған сәл болса бір қолдау көрсетсе, ұлттық өнердің өлмеуіне мемлекет осыған бір назар аударса, дінге назар аударады, білесіз ба? Дінге бір жаны ашығаннан емес, мемлекет бар ғой, мемлекеттік машина дінге қорыққаннан назар аударып жатыр. Көп бір анаға қорыққаннан назар аударып жатыр. Бұл жағдайда да қорқуымыз керек. Ал біз өнерге, одан да қорқуымыз керек. Бірақ біз өнерге қорыққанда емес, жанашырлықпен ұлттық өнер ғой, қазақтың ұлттық өнері ғой, киелі өнері ғой деп қарайтын жоғары жақтан үкіметтен, биліктегі адамдардың осындай үлкен бір қамқорлық болатын болса, біз әлде де біз не көрмеген қазақпыз. Мен оптимистік көзқараста кейде боламын да, осы жақсы болатын шығар деп үміттенемін. Аға, сіз мысалы біз жалпы продюсер деген не екенін білмеген тұста продюсер болғансыз да. Сіздің қазіргі әріптестеріңіз мысалы рейтинг үшін, хайп үшін жаңағы сіз айтпақшы Кәмшаттың өз еркінен бармаған дүниесі болуы мүмкін да мысалы. Сондай әріптестеріңізге не айтасыз? Мүмкін соларға айтар өтінішіңіз бар шығар. Мен ондай жаңа бағдарламаларға қатысып жүрмін ғой. Сонда да мен қарап отырмаймын мен қазір. Мен енді сөйлеп, өз ойымды айтып үйренген адам ғой. Енді менікі жұрт не айтқысы келетінді білгім келіп жүр қазір соңғы кезде. Менің өз ойым белгілі, өз ойым өзімде ғой. Бірақ жұрттың ойы қандай екен? Соны білемін да, ойыма қорқа бастадым. Ана продюсерлері бүйтеді, аға дейді. Маған, аға дейді. Онсыз рахмет еді. Орысша айтқан жоқ, братан деген жоқ, аға деді. Аға дейді, бұл біздің бизнес дейді. Мен мына қызға осыншама ақша салдым. Сол ақшаны мен шығарып алуым керек. Айналайын-ау, сенің енді өзінде президентің бар ғой, балаң бар ғой. Осылай ертең ұят емес пе мына шығарып отқан? Енді өзінде сен ұлтқа қарсы жұмыс істеп жатқан адам емессің бе дедім. Басқа бір мемлекеттен бір тендер жеңіп алған үлкен грант алып қойған адам емессің бе әйтеуір? Біз ұлтты құртып жіберу, ірітіп жіберу үшін жұмыс істеп жатқан адам емес жоқ дейді. Мен осы мына әншілер өздері келіскен дейді. Мына жаңа топпен келіседі ғой мына пәлен жылға күйеуге шығу болмайды деген сияқты. Мынандай осылай болмайды. Соның талабын іште біз анау немен өзің жаңа әнші бар ғой. Менде бұл әлі 18-дегі бала ғой, 16-дағы қыз не біледі дейсің? Бұл әлі оңын солын білмейді. Сонымен келісіп жатқа отырып алған. Біздің мақсатымыз осы табарға айландырып, біз табар дейді. Ана әнші деп халыққа қарамайды екен. Бұл табар. Табарымызды халыққа танымал қылып, жаңа айландырып. Сөйтіп көп табыс табуымыз керек. Сол үшін продюсер орталық сол үшін құрылған дейді. Сол ұлттық өнер дейді, кешіріңіз, өнер деген дейді. Ол өнер деген екінші, ол біздің не дейді? Фон дейді. Өнер деген. Біздің мақсатымыз осыны айландырып, сөздеп, қалай да жалт ете қалды. Мысалы әдемі, Шайым Қалдаяқовтың ертең осы қызға ән айтқызып тұрсақ дейді, ол бүйтіп ауыстыра салады, басқа каналға дейді. Ал енді жартылай шешіндіріп, жартылай бояп қойғанға, әйтеуір ананы құрғанда жек көрсе де біледі, көреді дейді. 3-4 адам көріп қалдым ғой бір телеарна ауылда, түсіп па? Сонда біз мақсатымыз сонда ана адамдарға көріп шошыдым. Оймай, жаңа көркемдік кеңістегі мекеме бола ма, одан да атауы басқа бола ма, мына тоқтатпасақ
продюсерліктердің несі кәдімгі Гитлердің бар ғой, кәдімгі Гитлердің анау адамды аямау, езгілеу жолды қалатын сияқты. Қазіргі продюсерлердің, кейбір продюсерлердің ана ойып тіптен бұзық. Аға, бұл қасірет пе? Ұлт үшін қасіреттің қасіреті, бұдан артық қасірет болмау керек. Ана ойы уланып кеткен. Және солар бірнешеуі шетелге барып оқып келген, жаңа болашақта оқып келгендер. Білімдері, сіз кім қайда оқыдыңыз деп сұрады, мен Казгу журналистикасы оқыдым, Казгуге қой деп қоя салды. Мен сенбедім Казгуды. Талай арман қойған Казгу. Сонда айтам, шетелді бұзу үшін сендер тәрбиелей ме, не істейсіңдер? Сонда уже бұл деген, бұны бір тоқтау қоймасақ, Ирина, біз енді осы бағдарламаға мен шақырғандағы да ұлтқа жандарың ашып шақырып отқан шығарсыңдар, иә? Біз ұлтқа қарсы жұмыс істеген жоқпыз ғой, біз мемлекетке қарсы жұмыс істеген жоқпыз. Сонда осындай бағдарламалар көбейтіп, осындай бір қоғам болып, осындай үлкен болып, біз үлкен бір осындай қолға алмасақ болмайды. Шәмшінің алғашқы концертін өткізу үшін 3 бөлмелі пәтергештердің ақы қаражатыңыз салғансыз. Қарыз салып, сол кейіннен сол қаражат 3 бөлмелі қаражат бір жылдан кейін сонда қаражат түсті, бірақ ол кезде бір бөлме жатақхана ақшам жетпей қалған кез болған. Мысалы. Бұл өнер, мысалы, ал Шәмші Қалдаяқов ол менің емес ұлттың композиторы ғой, ұлттың өнері. Ал енді что-то түсінбейді. Енді мысалы келесі Шәмші Қалдаяқов 90 жылдық, 90 жылдан кейін мен енді бірден нені қоя салуым да мүмкін ғой, мысалы Шәмші кешін өткізбейді, жақсы болса келді, өзім жеке өзімнің шығармашылығыммен айналысып, өзім кітап жазуым болады ғой. Сөйтіп осыдан да бірнеше жыл бұрын сөйтіп қоя салсам ба деп ойлағам. Небір әңгімелер шығады ғой. Адам менде ет пен сүйектен жаратылған, менде күйзелісте боламын, менде өкінемін, менде қуанамын. Адаммын ғой менде. Оның үстіне өнер адам, жүрекке ауыр салмақ түседі. Және осы Шәкеңнің маңайында басқа да адамдар мен жаныма ауыр сөздер айтады, осыны қимандаш. Ауыр сөз айтқанда мен де кәдімгі адам сияқтымын, мен де адаммын ғой. Мен де баз кешіп осы қоя салсам ба деймін. Шәкең кешін өткізбей қойсам да өзімнің әндерімде жетеді ғой деп ойлаймын. Тура түсіме Шәкең кіреді ғой. Белгі бергендей. Тура кіреді Шәкең, кәдімгі ренжіп кіреді түсіме. Енді қазір енді қоя салып ауылды шаңырақ үйім бар, бала шағаларым өсті, ел жетті, енді алды үйленер. Енді осы кезде енді қазір қоя салсам бітеді, қалды үйін салып алды, жағдайын жасап алды. Енді Қалдыбекке Шәмші Қалдаяқов керек болмай қалған кейін қойды деп айтады. Сондықтан да мен әзірге Шәмші Қалдаяқов 100 жылдығы болады 2030 жылы. Мен 2030 жылға дейін былайша айтқанда өлуге хақым жоқ. Мен 64-те болады екенмін. Шәмші Қалдаяқовтың 100 жылдығын өткізу, ЮНЕСКО дәрежесінде өткізсем бе деген бір үлкен арманым бар. Мәскеуде Кремль сарайында кеше Димаш концерт берген жерде Шәмші Қалдаяқовтың ән кешін өткізсем бе деймін. Елшілікпен, Қазақстан елшілігі бар ғой, сол арқылы өткізсем бе деген ойым бар. Әлде де мен үлкен армандар бар, бірақ армандар нақты істерге құрылған. Одан кейін Әбдіғалиев Еспаевтың келесі жылы 95 жылы келеді. Міне, жақындап қалды. Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығы. Осыны жаңағы өткізсем. Жалпы мінезіңізден таяқ жеген кезіңіз болды ма? Көп болды, бірақ өкінген емеспін. Бірақ бір ауыр еске салатындай бір жағдайлар болды ма? Ол мінезге байланысты ма? Мінезіңізге байланысты, осы бір бетпейлігіңізге, тік айтатыныңызға байланысты. Жоқ, мен өкінген емеспін. Өкінген жоқпын. Себебі алдын ала мен дайын боламын да. Мен алдын ала үлкен, мысалы осы кезінде осы ұлттық мүддеге Қазақстандық ұлтына мұқтаждығын көтеріп алды. Алтынбек Сәрсенбаевты көтеріп атқан кезде өзіңіз сөз басында айтып қалдыңыз ғой. Сол кезде ешқайсысына мен өз ойым пікірімді, мысалы Алтынбек Сәрсенбаев өмірден озған кезде, Замбек Нұрқаділов Арыстан жүректе Замбек Нұрқаділов өмір өткенде мен өз ой пікірімді тоқтатқан жоқпын. Тоқтатқан жоқпын да, сол кезде өз ойым айтады, ойымды сол кезде де айттым. Жалтақтаған жоқпын. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен сол кезде де мен соған дайын болдым. Ертең мен туралы не әңгіме айтылатындығы, маған қандай қыспақтың қауіпсіздік комитетінен де адамдар ішкі істер қысым көрсетілді ме? Көрсетілгенде көкесі көрсетілді ғой, небір. Өз ағайындарым өзім айдап салғаны, өз достарым өзім айдап салғаны, сондай үлкен қысымдар болды. Оның бәрі кәдімгі өткен шақта қалып қойды, бірақ тек сабақ болды ма? Бірақ мен соны дайын болып бардым ғой. Маған ешкім Нұрқаділов туралы баспасөз конференцияны өткізді, маған ешкім ақша берген жоқ қой. Мен өзім соны өткізгім келді. Інілік парызым, азаматтық парызым деп соған шықтым, бірақ одан соңында не болатынын да сезіп тұрдым. Бірақ мен сол іштей дайын болдым. Дайын болмаса оған бармас деймін, ұйымдастырмас деймін. Және ондай мінез болмаса, ондай егер ойым болмаса, мен оны ойыма алмас деймін. Ойлаудың өзі қорқынышты ғой. Әшірбек Сағай деген ағамыз, академик ағамыз айтқан ғалым. Қалдыбектің сөзін тыңдау дейді. Оның ойымен бөлісу былай тұрсын, оның қасында тұрудың өзі қауіпті деп айтқан сол кезде.
Әшекең өте мықты адам еді ғой. Сондықтан да мен кез келген нәрсеге бала емессің, айтатын ойың, мысалы жоғарыда билікте де, содан мына жоғарғы үлкен құқық саласы бар ғой, прокуратура бар, қауіпсіздік комитеті бар, көп қой жоғары үлкен биліктегі. Соны мен баяғыда солардың көбісін мен жексұрын көретін тұғым. Халықты қанайтындар, ой пікірі жоқ, осы ой пікір адамдардың бәрі жоқ жаңағы үнін өшіруге тырысатындар деп ойлайтын. Тіптен сіздің бағдарламаңызда ашық ойымды айтайын. Мен осы сол Нұрқаділовтың кезінде сол ой пікірімді айтамын, кейбір үлкен қоғамдар ой пікір айтамын деп, сол биліктегі, үлкен биліктегі, президент аппаратындағы деп айтайын, үкіметтегі үлкен мен жанашырларым тобы болды. Бірақ олар маған телеарнада айтқан жоқ. Жеке үлкен тойларда, үлкен іс-шарада кеп маған жеке айтты. Қалдыбек деді, сен білетін нәрседен деді, біз 10 есе көп білеміз деді. Бірақ біз айтайық, біздің кемшілігін білесің бе деді, біз оны айта алмаймыз деді, өмір бойы айта алмаймыз деді. Сен білетін нәрсені 10 есе көп білемін, бірақ бізді Құдай бізге оны айта алмаймыз деді. Біз оны айтуға бізге жүрек бермеген деді. Бірақ сен ойлама деді Қалдыбек. Мен сен айтып жатыр екен, мен ешкім сені жақсы көретін, сені түсінетін адамдар өте көп. Және сол саланың генералдар бар. Мен аң-таң қалдым, самолет ұшып барып бір кісі, бір генерал кісі қызметте отыр сол кезде. Қызметте тұрған кезде. Енді ондай адам маған жоламау керек қой кезде. Андай пікір айтып жүрген. Қайта айтты Қалдыбек, және мен айттым, мынандай жерде сен Қалдыбек деді, қыз балыққа беріліп кетті, былай айтқан дұрыс болады. Мына жерде былай жөнін көрсетті. Мен айтамын, ол жақта да мықты адамдар бар екен ғой. Өз ойын айта алмай жүрген адамдар бар екен ғой дедім да. Бүркіт кейпіндегі қарғалар бар екен. Болмаса бүркіт мінезді адамдар бар, айта алмайды ойын. Сонда да ол мен тек билік басында адамдардың ішінде де небір мені жанашырым, тіпті менің араласатын, менің тойыма, қуанышыма келетін адамдар да өте көп. Құттықтауын жібереді. Менімен араласып, әйтпесе ауылдағы қара шаңырақты үйді мысалы өз қаржыма саламасам, мысалы мен өнерімді құрметтейтін, сыйлайтын адамдар сол үлкен үй салып берді. Енді ол былтыр бір ағам қайтыс болып, арзыл бір ағам қайтыс болып, сол қоныс той бере алмай қалдық. Енді Құда қаласа биыл үй бітеді, келесі жылы қоныс той берем. Бүгін журналистерді шақырып ауылда қара шаңыраққа. Үйдің қасына сахна қойғанбыз. Енді бір өкініштердің артынан, бір қайғының артынан бір қуаныш болатын шығар, сәттерді болатын шығар, біздің де көшемізде бір той болатын шығар деп үміт отқан жағдайым бар. Сол ауылда үйді жұрттың бәрі сұрайды, мынандай үйді қайдан аштау үшін деп ойлайды. Мен өнерді құрметтейтін, бизнес саласында, әкімдікте жұмыс істейтін, басқа үлкен мұнай компанияларда мені жақсы көретін, мен әлімді, өнерді жақсы көретін азаматтар бар. Тіптен олармен кейбіреумен танысқаныма бір апта болған, кейбіреуіне бір жыл болған. Солар келіп, Қалдыбек не көмек керек дейді, жоқ көмек қайт жоқ дейді. Соны байқайды өзі. Не жұмыс істеп жатқанын көріп тұр ғой. Содан қаржылай көмек берген адамдар менде өте көп болды. Достарыңыз көп? Тілекшілеріңіз? Достарымнан гөрі көбісі тілеулестер. Менің өнеріме деген тілеулестер көп. Сонда мен өзім бақытты сезінемін, мінезімді өзгерткен жоқпын. Содан кейін мен достарым азайып, қазір достарым азайып бара жатыр. Тілеулестерім, мен өнерімді құрметтейтін өнер жанашырларым көбейіп жатыр. Және олардың жас ерекшелігі өте әрқилы. Кішкентай баладан бастап үлкен қарияға дейін. Ішінде қалып қалмасын, бір сұрақты сұрайын деп едім. Алдында сіз бір сұхбатыңызда айтыпсыз, жалпы мына сахнаға біреуге тоқал болу арқылы шыққан әншілер көп деп айтыпсыз да. Оның мен 4-5-еуін білемін депсіз. Бірақ тағы жұмбақ күйінде қалған, атын атап түсін түсе алмаймыз ба? Ол енді ол сұхбатта айттым ғой, сол аты аталмаған. Аты аталған олар кім екенін өздері біледі. Өздері біз білмейміз ғой. Енді оны айтып қажет жоқ, себебі анау айтып кейбір осы бір ол мен қорыққаннан деп отырмын, қорыққанды айтып тұрмын да, ол осы менен басқа екінші адам сұрасаң да кім екенін біледі. Кім екенін біледі. Кімге тием, өзім білемін ғой дейді да. Сол кейін ана бір рет осы сұхбатта бір рет фамилиясын айтып тұрып айтқам, сөйтсем жаңағы өкпелеп жатқан ештеңе жоқ, қайда мен жарнама жасап отыр екенмін де оған қайда. Қалай екенсін білмейді екенсің, ол ажырасып кеткенмін деп өзім мазақ қылып тұрып тойда. Білмейді екенсіз ғой деп. Содан кейін бұл жерде мәселе мына сұрақ былай қойылған дұрыс та, жалпы өнерде арын сатпаған өзін адам ретінде арын сатпаған өнер тұлғалары бар ма деген сұрақ қойылса айтарым. Бәрі емес пе? Аз, өте аз. Өнер халықтың бетін қаймаған айналған өнерде бар ғой, мысалы өнер адамдары бар ғой. Соның ішінде мысалы жаңағы өнер сақтап қалу үшін неге бар, пендешілікке бармау үшін, өнерін жарыққа шығару үшін біреуге екінші әйел болу үшін, болмаса біреумен жаңағы не болу үшін, жаңағы уақытша болса да жаңағы махаббат көңілдес болуға бармаған әншілер көп. Олар өте санаулы,
сол санаулының өзі бізге жетеді. Неге санаулы ғана? Өте аз ондайлар, өте аз. Яғни өнерде арын сатпаған, арында, адамдық арында, өнер намысын, өнер адам ретінде сатпаған әншілер өте аз ба? Өте аз. Санаулы ғана. Өте санаулы, өте аз. Мен өзіне себебі бүкіл әншілерді мен былай шыққанда мақтаған емес, бәрі үйінде болған, көбісі араласқан жақсы білемін ғой. Енді содан кейін қалғандары бар ғой ішінде жүрген. Қалғандары. Мысалы, кейбір әншілер бар, мысалы, төрт баласы бар, ол төртеуі кімнен екенін өздері білмейді. Мысалы, ұмытып қалған әншілер бар. Төрт баласы бар, төртеуінің кімнен туғанын білмейді, әкесі кім деген, ұмытып қалғанда да ондайлар. Кім ол? Көп қой өзі. Ондай әншілер бар. Ондай әншілер де бар. Сондай деңгейге жете қоймаған шығармыз. Сондай сахнада тұр, және олардың бір күйетін мен оларға күймесем, сахнада олар махаббатқа адалдық туралы, өнерге адалдық туралы, отбасыға деген отбасы құндылығына қатысты бағдарламалар қатысады да, мен сонда сол кезде анау күйем. Ой, бұда әңгіме айтып отыр, отбасылық құндылық туралы. Бұда махаббат туралы айтып тұр, адам енді адам бетіне ұят кеткеннен кейін айтыла береді екен ау деп. Мысалы көп бізде ол адам, бірақ ол Құдай көріп тұр ғой, өз жазасын өз алар. Мен ол әпкем емес, қарындасым емес, бірақ маған ауыр тиетіні бір өнер адам ретінде маған айтады да, сен пәленшені білесің бе? Өткенде пәленшені көрдік қой дейді да. Мен содан кейін өзімді өзім амал жоқ, енді сонымен қылыспаймын ғой дейді. Не жұмысың бар біреудің әйелде демеймін ғой әншіде. Көп әншілердің өнер адамдар ол маған тиістіріп айтады да, сенің ана пәленше әншің ғой, сен концертке қатысып еді ғой, сен әнді орындайтын әнші ғой деген сияқты. Маған жақындастырып айтады да, мен айтамын да, мен олардың өнеріне ғана пікір айтамын. Жеке өмірі, жеке дене мүшесі ол өзінікі ғой деймін де, дене мүшесі. Маған тиесел емес ол. Мен әйелімді ғана өзім тиесел, әйелім ғана өзім тиесел, қалғандарына ешті айта алмаймын. Айтып та көрдік кезінде, сөзді айтқанда ештеңе өзгермейді екен. Айтқанда ештеңе өзгермейді екен. Сен просто өзің, бұл Қалдыбекте не екен ғой, бұл да кәдімгі төмен дәрежедегі адам екен ғой дейді. Себебі оны 90% сондай ғой, жезөкшелер ғой. Ол жезөкшелер енді бір 50-50 болса жартысы сені қолдайды, Қалдыбек дұрыс айтып жатыр дейді. Енді анау 90%-дан деп болған өзі ойласа, бәрі күліп өзін мазақ қылып отырады. Сен ешкім көнбей қойған ғой, саған соң өзің шынданып отырсың ғой дейді. Ешкімді әншіден жатпай қойған ғой дейді. Сондай да адам әңгіме айтылды маған. Бір жерде айтып, бір үлкен әнші айтты. Қазір әншілердің көбісі осындай деп айттым. Шайда отырды да, ебір кетсе салады. Қалдыбек дейді, мен неге айтып отырсың деді. Кім айтқан айтайын ба? Ұрыс ұрмай. Сонда ана ол дейді, саған бермей қойдым ба дейді, әнші. Жоқ деді, неге айтып отырсың деді. Енді оның дене мүшесі өзің ғой дейді. Сонымен сөйтіп оразаң дұрыс дедім. Нең бар дейді. Сен оның әншілігін айт дейді. Оны сахнада ұстауын айт дейді. Сен нең бар дейді ол. Өз өмір ғой дейді. Ол үшін арыз соты бар ғой дейді. Нең бар ода дейді. Содан кейін айтпайтын болдыңыз. Айтпайтын болдым. Сен көп екен олар. Ол 50-50 болса айтадың ғой. Емесі жартысы мен жақтайды ғой деп. Көп та, көп қорқытады, терең батырады екен ғой. Сондықтан айтпайсыз. Айтпайтын, өз жүре береді. Солардың жолы болып жатыр ғой. Қалдыбек Құрманәлі ағамыз бүгін студиямызда қонақта болды. Үлкен әңгімеңізге, ұлағатты әңгімеңізге көп рахмет. Алыс жолдан, өзіңіз айттыңыз ғой, 700 шақырым жерден арнайы осы бізбен әңгіме сұхбат құруға келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Аман болыңыздар. Рахмет.